Қыз жып-жылы жігіт даусына елең етті. Қаптаған жұрттың арасынан әлдекім жырылып қолын созып бұған қарай жақындай түсті. Ой, ой, ой деп таңданды қыз. Құмарды қара, құмар, қандай әдемі болып өсіп кеткенсің. Ғажап, өзіммен бір партада отырған құмарым ғой, көршім ғой. Құмар, я сен мені үнемі ләйлек, ақ ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген құстың аты. Ол сондай нәзік сүйкімді құс дейтінсің. Қыз бір түрлі есінен адасқандай есеңгіреп тұрып қалды. Таныдың ба деді жігіт ақырын жымиып. Таныдым. Неге танымауым керек? Сен сондай өзгеріп әдемі болып кетіпсің. Бақыттысың ғой, кешір мені, ренжіме. Сен де бақыттысың, ләйлек. Құмар қыздың мәңгілік құрысып қатып қалған бала бейнесіне мән бермеді. Көрмегенсіді, білмегенсіді. Қыздың онсыз да өзіне қадалған мұңлы жанарына жара салғысы келмеді. Оның ішкі дүниесінің ойсырап тұрғанын да сезбегендей, қыздың кіп-кішкентай иығына қолын салып, ләйлек, жүр билейік, мен сені биге шақыруға келдім. Сол сәт жәудіреп қараған Ләйла қызды жерден көтеріп алып, маңдайынан сүйді. Қыз жүрегі езіліп кетті. Жігіт қызды көтерген қалпы, қаптаған көпшіліктің дәл ортасына еніп барады. Екеуі де бүкіл дүниені бір сәт ұмыт еткендей айналып билеп жүр. Ләйла қыз көзін жұмды. Бас айналып кетті ме? Әлде ұмыт болған қыз сезім селт етіп, мұның әлсіз денесінің тынышын алды ма? Көзін аша алмады. Сол қалпы Құмардың мойнынан қапсыра құшақтап қатып қалыпты. Жігіт сәл сыбыр етіп, ләйлек, ақ Ләйла деді. Қыз есеңгіреп барып көзін ашты. Тойға келіп едік. Ауылда ешкімде қалмауға айналған ба, қалай? Сені көріп қуанып қалдым. Қыз жүзіне қызғылт рең пайда болды. Бір түрлі қысылып, ұялып тұр. Үстіне киген қып-қысқа шыт көйлегінен де Қатираның қоярда қоймай мұны бала сияқты етіп, дәл төбесіне қып-қызыл бантик тағып бергеніне де намыстанып күйіп барады. Бірі балалықтан қол үзіп, боз баланың күйін кешіп жүр. Бірі керісінше болашақтан қол үзіп, мәңгілік мәңгі бақи өспей, жетілмей мүгедек кейіпте қалған. Әлде тағдыр дегеннің өзі осы ма? Өзіне сөйлеп тұрған жігіттің даусы бұл жолы әсерсіз болды ма? Әлде тағы бір сүреңсіз сұрғылт ойдың шырмауына түсіп кетті ме? Әйтеуір, Құмардың бірде-бір сөзіне құлақ аспады. Меңіреу адамша сілейіп қатып қалыпты. Қыз егделеп кеткен қолын жасыра қойды. Ұйқыдан оянғанда есін жиып, жан-жағына қарады. Жалғыз өзі. Құмар, қайдасың? Қыз жан-жағына жалтақтай қарады. Ығы-жығы халықтың арасынан жігітті іздеген қыз аласұрып адамдарға тіксіне қарап, Құмар қайда жібердіңдер? Қайда кетті? Қайда деп сұрастыра берген. Өмірінде алғаш рет адамдармен қатарласып, арман дүниесінің жалынын мықтап бір құстағандай еді. Ол да сусып қолынан шығып кетті. Жаңа ғана бір қасірет атаулдан бір жола арылып, әуеде қалықтап жүреді, топ етіп қара жерге қайта түсті. Қыз тағы да жан ұшыра, Құмар деп дауыстап қалып еді. Әлдекімдер мырс-мырс етіп күлгенін, пыш-пыш етіп сөйлегенін сезді. Азаптан, осы бір азаптан құтқарыңдаршы мені деп қыз шыңғырып жібергісі келген. Сонда ғана әлгі бір мейірімі мол, жап-жарық айды іздеген. Соған қарай ентелеп ұшып, тобылғысы сірескен терең сайға беттеген. Ләйла қыз көкке қадалып жас іркілген жанармен жалаңаш айды аймалап, егін көтеріп ғарыштағы жарық айға бетін тосты. Бұл кезде қарауыл қаралы күйдеді. Қарттар жағы күңіреніп, таяғына сүйеніп күрсініп тұрған. Қара жамылған әйелдер бір-бірімен дауыс салып көрісіп, сай-сүйегіңді сырқыратып зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп, айырылдық қой дейді. Болашақтан үміт жоқ, бейбақ болдық қой. Ұрпақсыз тұл қалдық қой. Ата-баба жер еді, күлін көкке ұшырды ғой. Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірі басын сүйеп, еңіреп жылаулы. Есі шыққан Ләйла Қатираны іздеп таба алмады. Қарауылға не болғанын, неге осынша аңырап зарлап жатқанын ұқпады. Көзі атыздай болып шарасынан шығып кете жаздап тұр. Ойпыр-ай, не күн туған, не болған адамдарға? Қыздың қол-аяғы қалш-қалш етіп, көзі жұмылып бара жатты. Қарауылдың тұрғындары сол күні қақ айырылып үңірейіп жатқан жерді көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді.
Сол күнігі еңіреген қалың жұрттың даусы әлдекімдердің құлағына жеткен бе? Ақ киім киіп бейтаныс жандар түн ішінде келіп, жетілмей қалған мәңгілік бала бейне әулетінің бәрін жинап, бітеу қара машинаға тиеп жатты. Ішіне шыққан баласы емес пе? Қимастықпен боздаған ата-ана зарлап қала берді. Бұл сәтте Ләйла терең сайда еді. Оны іздегендер де, іздескендер де таба алмады. Әдеттегідей ел көзінен жасырынып келген Ләйла қыз терең сайға жетіп, жарығаймен кездескен. Ұзақ үнсіздіктен кейін балалық бар арман тілегін, құмарға деген қыз сезімінің бой көтергенін жасырмай ағынан жарылып, түнгі сай ішінде жалғыз өзі күбір-күбір еткен. Сонда ай жарықтық қыз сезімінің тіршілігіне сүйсініп, дірілдеп жылап тұрғандай көрінген. Сол түннің суық ызғарын да ұмытып, екі тізесін ебедейсіз өсіп кеткен екі қолымен құшақтай алып Ләйла ұзақ отырды. Орнынан тұра бере, бұрынғыдай емес денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суығы алып қалды ма? Әлде ыстығы көтеріліп тұрма? Егде қолдарының күші қайтып, қайраты таусылып, Қатира үйінің есігін зорға ашты. Әйелдің шатынаған көздері қадалып, мұның онсыз да жаралы жанын онан әрі жаныштап жіберді. Айтпады деме, енді кешігеді екенсің, күз болмақ түгілі қыс болса да үйден қуып шығамын, білдің бе? Қатира екіленіп алыпты. Қыздың құлағына алыстан талып қасқырдың ұлығаны естілді. Қумашы, деді жалына қарап, егі дірілдеп, көзі бозарып кетіпті. Ләйла көзін аша алмады. Мұп-мұздай қолмен аяғына әлдене тиіп кетсе болдақ, еріндері қыбырлап, құмармысың, сен қайдан жүрсің? Мен сені сол күні ұзақ іздедім емес пе? Кел, өткендегідей мені биікке көтеріп, айналып биле. Кел, құмар, деп сандырақтайды. Қыздың ауыр халіне ешкімде алаңдап көңіл бөлмегендіктен, оның не айтып, не сөйлеп жатқаны үйдегілерге беймәлім еді. Тек сол күні түнде дәрігер келіп кеткеннен кейін ғана қыз әлсіреп басын көтерді. Бас жағындағы өзін бағып отырғандарға көз салды. Екеуі де көрші ауданның басшы азаматтары сияқты. Өзіңнің көңіліңді сұрайық келдік дегендеріне Ләйла масайрап, өңі ашқан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, көзін жерге салды. Осы келіп отырған екеуден қыз жақсылықтың нышанын күтіп, сөздің аяғын бақты. Қарағым Ләйла, сенің де көрген қасіретің аз емес. Жаңағы сөз бастаған күмілжіп отырып қалды да, ертең біздің ауданда қаралы жиын өтпек. Өзің сияқты балаларды өткенде қала жаққа алып кеткен. Содан әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді міне, көзге көрінер өзің қалған екенсің. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қолға ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп еді. Сол-ақ екен, қыздың құлағы шулап, бас айналып кетті. Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде, я, әйтеуір жақсылықтың емес, жамандықтың, тек жамандықтың белгісімен. О, Құдай! Ал Ләйла, жолға жиналсақ. Қыз талықсып барып көзін ашты. Бұл жолы әлгі бір ағыл-тегіл болып жанарына толып кететін жас көрінбеді, бірақ әлсін-әлсін өксей берді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мені аяңдаршы, мен ел көзіне оғаш, мүгедек болғаныммен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Отырғандар түнеріп үнсіз қалды. Қыздың онсыз да үзілгелі тұрған нәзік жанын ешкім түсіне алмады. Намыс қойын қарай көр жаман неменің, деп Қатира күңк етті. Ләйла көзін қайта ашып отырған адамдарға ұзақ телміріп жатты. Сосын оларға сыбырлап, құмар да болама, ол да сол қаралы жиынға қатысама, деді, әрең жұтынып. Отырғандар еш нәрсе түсінбеді. Ләйла көзін қайта жұмып ұзақ жатты да, бір уақытта ап-анық етіп, бармаймын, бара алмаймын, кідірмей жүре беріңіздер, деді. Тұңғышымның да қызын көруге жеткізді. Осыған да тәуба, осы да жетеді, деп сампылдаған Қатираның даусы төсек тартып жатқан Ләйлаға ап-анық естілді. Өмір қандай арзан, бір ғана ыстығы басылмаған қуаныш үстінде жаныңды қия салу қиянат емес пе? Өй байқұс, тоқтатсайшы, тоқтат, деп Ләйланың дауыстағысы келген, бірақ үні шықпады. Қатира үйіне келген біреуге даурығып сөйлеп жатса керек. Той өткеннен кейін-ақ қарауылдан кетемін. Қасиетті жер еді,
Қадірден әбден жұрдай болды. Жақсының арты жын деуші еді. Шынымен-ақ адам естіп көрмеген қасіреттің бәрі Абай ата басқан топырақтан шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да деп ойлады Ләйла қыз. Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Қарауылдың барлық терезесінен сығалап, іздеп тінтіп жүріп, Ләйла қызды әрең тауып алған сияқты. Әппақ болып дөңгеленіп, ерекше бір нұрмен қыз бетіне төніп тұр. Науқас қыз айға қарап алғаш рет жымиған. Көптен күткен жанашырын, сырласын терезе сыртынан байқап қалып, қыз жүрегі елжіреп сала берген. Өз тағдырына, адамдарға деген өкпесі сол күнгі ағыл-тегіл көз жасына айналды. Сол сәт жап-жарық айдан мәңгілік адасып қалатындай тағатсыздана сүйсініп тағы да қарады. Қасірет шеккен жан иесінің жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа деді. Ай да, қыз да бір-бірімен ажыраса алмай, бірін-бірі қимай ұзақ аймалдасты. Ләйла да алғаш рет айды түн қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартыс сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тіршіліктің елшісіндей елеңдеп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарық ай қыз бен жерді айналып, алыстап барады. Ләйла қыздың жанары айға қадалған қалпы айырылғысы келмеді. Соншалық қиналып жатып, тырысып еді, жігері жететін емес. Бойына біткен күш-қуат мүлдем азайып барады, бітіп барады. Қыз бетіне түскен ай, сәулесінен самайына қарай құлап, жол салып, дөңгелеп жатқан көз жасы анық көрінеді. Жанарындағы көлкілдеген жастың әсері ме? Қыз көзінің сәулесі азайып кеткендей болды. Жан таласып, егде қолдармен көз жасын сүртіп тастауға тырысып еді, қозғалтпады. Ләйла қыз мұңайып, жанарын бір жұмып, дем алып тағашамын деген, бірақ жан тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған ай биіктеп жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік, бірі жер баласы, бірі түн баласы. Қатира тойға дайындалып жүріп, әдеттен тыс ұзарып, сұлап жатқан Ләйланың қасына ентелеп жетіп барады да үңіле қарады. Ойбай, мына бейбақ өліп қалғаннан сау ма? Құдай-ау, өліп қалыпты. Енді қайттым. Қырсықты неменің дәл той күні өлетінін кім білген? Қатира өзінен өзі сөйлеп, әрлі-бері жүгіріп сенделіп қалды. Қап, дәл той күні қылжия қалғанын көрмеймісің? Қасиетсіз неме, той үстінде кімге барып, ат үсті өлімді хабарлайсың? Жатсын енді, менен басқа мұны әзір сезе қойған ешкім жоқ деген әйелдің сумақай жүйрі ойы бір сәтте шешім қабылдап, кезеріп жатқан қыз жүзін орамалмен жасырып жаба салған. Сол бойы үйден жүгіріп шыққан Қатира сасып қалды. Алыстан өзіне таныс зарлы әуен талып естілді. Қара жамылған қарауылдың топ-топ адамдары аңырап, тағы да керісіп жүр. Айтқан сөздерінен төбе құйған шымырлап, сай сүйегің сырқырайды. Ойпыр-ау, өлтіреме қайтеді, түнде тағы да жарылысы болды. Қатира дір-дір етті. Әлгінің өліміне сол жарылыстың әсері болмасын деді іштей сыбырлап. Еңіреп жатқан сонау қаралы топты той болатын үйіне жақындатқысы келмеді. Аулақ, тұңғышымның қызығын тойлатуға да мұрша бермедіңдер ме? Өлгенде бір көрген қызығымды қисаңдаршы тым болмағанда. Сосын әлі үйінен шықпаған Ләйланың сүйегі есіне түскенде әлсіреп, өңі қуарып бүк түсіп отыра кетті. Қарауылдың қаралы тобыры осылай қарай бет алыпты, шулап келеді. Қатираның дыбысы шықпады. Біресе алақанын жайып, көптен жәрдем сұрайды. Біресе екі қолын төбесіне қойып, аңырап, босағасына қарай теңселіп құлай береді. Қалықтап жылжыған ай сәулесі қараңғыда қалып бара жатқан Қатираның жүзіне сонау алыстағы қалпы жіп-жіңішке болып түсті. Өзі шалқайып жатыр. Қатираның көзіне ай жарылып екіге бөлінгендей көрінді. Ойпыр-ай, деді ол сыбыр-сыбыр етіп. Ендігі жерде қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып сән бермейді десеңші. Сүттей әппақ болып, қап-қараңғы түннің көзін ашпайды десеңші. Саусақтары дір-дір етіп, кеудесін қысып бара жатқан бешпетінің түймелерін ағыта берді.